сәлеметсіздер ме, құрметті көпшілік. Соңғы өткен жолғы роликтен кейінгі тақырыпты жалғастыру реті кеп тұр. Өздеріңіз көріп отырғаныңыздай, мынау қазақтың ою-өрнектері деген өте бір керемет, қандай әдемі сұлу өрнектерді құрастырылған Шөптібай Байділда ұлы деген кісінің кітабынан алынған оюларды сіздерге ұсынған болатынмын. Ары қарай жалғастырып жатырмын. Бұл кісі көрнекті қолөнер шебері, ұлттық ою-өрнектің хас майталманы екен. Қостанай облысының Аманкелді ауданындағы Құмкешу ауылында тұрады дейді. Бүгінге дейін ұлттық ою-өрнектердің 1500-дей түрін жасаған кісі екен. Бұл кісінің еңбектері 1992 жылы Түркияда, 1996 жылы Америкада өткен Атланта олимпиадасында қойылған екен. Оюға толық авторлық құқығы бар кісі екен. Бұрын соңды қолыма түспеген кітап еді. Шыққанына 20 жыл болған кітап. Сіздерге осының ішінен әлсін оюларды бөлісіп отырамын. Енді өткен жолғы ағайын туыс атауларының жалғасын сіздерге ұсынайын. Бұл жерде жақындық және еліктік атаулар деген бар екен. Бұл атауда айтпас бұрын, сіздермен бөліспес бұрын бір-екі мақал келтірілген екен. Ол былай: адам ұрпағымен мың жасайды, сәбиді періште қорғайды, бала ханнан үлкен, ашамай нардан үлкен дейді. Баланы жұмсағаның білінбес, тайды мінгенің білінбес дейді. Жеткіншек өседі, жетім жетеді. Ақыл жас ұланнан, жүйрік тай құнаннан дейді. Бұны айтып отырған себебім, қазіргі атаулар сол жеткіншек, бала, ұрпақ, сәби, бүлдіршіндер жайлы болмақ. Жақындық және еліктік атаулар кең мағынада әулеттен бастап үрім бұтақ, ру тайпаға дейінгі атауларды қамтиды. Әулет бір атадан тарап бірнеше буынға жеткен ұрпақты айтады екен. Мысалы, Құнанбай әулеті, Абылай әулеті, Ноғайбай әулеті жақсы атымен шыққан. Олар бүкіл қазақ халқы мақтан тұтатын әулеттер. Мұны қазақтар басқа елге, жұртқа үлгі өнеге ретінде тегі жақсы, текті әулет деп дәріптеп айтып отырады. Ұрпақ бір кіндіктен тараған бала, немере, шөберелер. Мысалы, Абай ұрпақтары, Қаныш Сәтбаев ұрпақтары өздерінің ақыл парасатымен, өнеге білімдарлығымен аты шыққан. Жақсы тәрбиелі ұрпақ ата-баба атын ұмыттырмайды. Ұрпақ адамның өмірінің жалғасы, мұрагері. Сәби деген ол 1 мен 5 жастың аралығындағы әлі ақыл тоқтатпаған балаларды айтады. Бүлдіршін 5 пен 6 жастағы балалар сүйкімді әрі әлжуаз, қылығы қызықты болады. Қазақ бұларды ойын баласы деп те атайды. Негізінде бүлдіршін түйенің ботасының бір атауы болған екен. Балаларының қозым, құлыным, ботам, тайлағым деп еркелететін, ерлерін нарым деп асқақтататын қазақ өз балаларын да кейін осылай атап кеткен екен. Міне, біз білмейтін сырлары көп екен бүлдіршін сөзінің. Балдырған 7-10 жасқа келген, оң солын танитын, мектеп қабырғасында оқитын балалар. Бұлар жеңіл-желпі жұмыстарға немесе жұмсауға жарап қалған қолғанат, ата-ананың көңіл қуанышы әрі алдағы күндердегі үміті. Жеткіншек немесе жасөспірім, кәмелетке толмаған, ақыл есі кірген ұл мен қыздарды айтады екен.
ұлан, жас жігіттер мен бозбаланы халық өсіп келе жатқан ұландар деген. Негізінде бұл атау отанды қорғайтын сарбаздарға көбірек қолданылған. Қазір сарбаздарды, яғни әскери шәкірттерді ұландар деп атайтынымыз сондықтан. Ұландар ел қорғаны, жастықтың символы. Бауыр, ағайынды жігіттер мен қыздар өздерінен жасы кіші інілерін бауырым деп те атайды. Бауырлар өзінен үлкендерге қанша арқа сүйеп еркелесе, олардың ағапалары да ерекше көзбен қарап, жақсысына сүйініп, жаманына күйінеді, тілегін тілейді, ақыл кеңес береді. Ертеректе Төлек атты батыр қазақ пен қалмақтың арасындағы бір қақтығыста қазақ жағы жеңіліске ұшырап, Төлек батыр ұлын артына мінгестіріп қашып келе жатады. Қашып келе жатса, ағатай бізді қалдырма деп Есенбай мен Құлтан деген інілері алдынан шығыпты. Соңынан дұшпаны өкшелеп, алдынан екіншісі шырқырағанда Төлек батыр былай деген екен: көзімнен аққан қанды жас, атаңды күнде жау қылмас. Әйелдің ұлы аттан түс, құдайым ұлсыз қалдырмас. Емшектес болған қос бауыр Төлекке қайтып табылмас деп, баласын жауға қалдырып, екіншісін құтқарып қалған екен дейді. Бұл Құлахметов деген жазушының кітабынан алынған екен. Ойға біраз нәрсе түсіп кетті ғой. Бозбала, жасы 14-16-ға толған жасөспірім жігітті айтады екен. Бұл балалық пен жігіттіктің арасындағы өтпелі балғын шақ. Осы кезеңде ол қызға көз тастап, бой түзей бастайды, азамат қатарына енеді. Бұрынғы кезде бұл жастағы бозбалалар ат жалын тартып мініп, елдік, ерлік істерге араласа бастаған. Бой жеткен, жасы 14-16-ға толған, оң жақта отырған қыз. Бұл сөз сен өстің, бой жеттің, енді тұрмысқа шығасың деген ұғымды білдіреді екен. Бой жеткен қызды ел жұрты мәпелеп өсіріп, жақсы тәрбие береді. Жеңгелес сырғалым, күлім көзім, еркем деген сияқты сүйкімді ат қояды. Оған ұзатыларда айтылатын салт сырларын үйретеді. Қыздың жат жұрттық екенін құлағына сіңіреді. Жігіт, кәмелетке толған ер азамат. Бозбаладан бастап ел ағасы жасына дейінгі адамдарды жігіт дейді екен. Бойдақ, кәмелетке толған, бірақ үйленбеген адамды бойдақ дейді. Мұндайларды салтатты, сабу қамшылы дей салады екен. Келіншек, тұрмысқа шыққан, бір-екілі бала туған әйелді айтады екен. Бикеш, сыпайы атау екен ол. Оң жақта отырған ауыл арасындағы сыйлы бой жеткен қыз, ол елдің көркі, мақтанышы әрі үміті. Жеңгелері қайынсіңлілерін бикем деп еркелетеді, жас жігіттер олармен бикеш деп әзілдеседі дейді. Жар, яғни жұбай, ер адамның әйелі, әйелдің немесе күйеуі. Көбінесе әйелім, күйеуім деудің орнына сыпайылап, жарым, жұбайым деп те айта береді. Зайыбым деп көбіне әйелге қатысты айтылады. Қолбала, бұрынғы кездерде біреулер туыстық жақындығы жоқ жетім қыздарды асырап тәрбиелеп өсірген, әртүрлі үй жұмысына пайдаланған, оны қолбала деп атаған. Ол өсіп, бой жетіп, кәмелетке толған соң асыраушысы адам өзінің інісіне, баласына әйелдікке әперген. Кейбіреулер өзіне тоқалдық қадаған екен. Қолбала деген сөздің мағынасы осындай екен. Қатын, яғни әйел. Әйел сөзінің синонимі. Қазақ кейде пәленшенің әйелі дегенді пәленшенің қатын деп те айта береді. Бұл қазақ үшін естілгенмен, ертеректегі түрік ұғымында хан ақсүйектер әйелдеріне ғана тән құрметті атау болған. Түркі елдерінде қатын сөзі қазірде қолданылады. Татарстанда әйелдерге арналған Азат қатын деген көркем әдеби журналы бар екен. Бай,
күйеуі, ері деген сөздің орнына қолданатын ежелгі атау. Қазіргі кезде құрдас әйелдер әзіл ретінде сенің байың, менің жаман байым дегенді қолдана береді. Бай деген сөз дәулетті ұғымды да білдіреді екен. Бәйбіше, яғни әйел, ол бірінші әйел. 20 ғасыр басына дейін ауқатты ер адамдар бірнеше әйел алған. Ол кездердегі әлеуметтік саяси жағдайға орай мұның дәлелді себептері де бар болған. Біріншіден, ислам шариғатында мұсылман ер адамға 4 әйел алуға рұқсат етілген екен. Тоқал екінші не үшінші әйелді атаған. Бәйбішеге қарағанда оның құқығы төмен, ол бәйбішеге тәуелді болған. Нақсүйер, ол үшінші әйелдің аты. Ол жасы кіші және бәйбішеге тәуелді болғанымен күйеуі үшін сүйікті әйел дейді. Аққолтық, төртінші әйел, ол өте жас. Әдетте ол тұрмысы нашар төмен отбасының қызы немесе жетім қыз болады. Оны көбіне шаруашылық жұмыстарға жұмсауға немесе бала туу үшін алған екен. Жолдас, бұрынғы кезде бағыты бір, сапарлас адамдарды жолы бір болған соң жолдас деп атаған. Кейде жолдас сөзі дос мағынасында қолданылады. Қолғанат, алып кел, барып келге жараған 3-4 жасар сәбиді айтаған екен. Кісі, ол жалпы атау. Еліші, қонақ, сыйлы адамдар мен бейтаныс жандарды кісі дейді. Кісі, халық үшін, үй иесі үшін құрметті адам. Кісілік жоғары адамгершілік қасиетті білдіретін жақсы биік ұғым делінеді. Көке, тәте, жұрт деген атауларды білесіздер. Замандас, қоңсы деген. Қоңсыға қазір тоқталып өтейін. Қоңсы деп біреуден жер немесе тұрғын үй сұрап алып, уақытша мекендеп отырған адамдар деген. Олар жақындары немесе бөтен елдің, басқа рудың адамдары да болуы мүмкін. Бірақ қазақ оларды да шет қақпай қылмай, келгенде ерілік, кеткенде айрылысар көжесін беріп, сыйласып, аралас құралас отырған. Қоңсымен қыз алысып, қыз берісіп, құдандалы адамдар да болған. Біз жақта көрші делінеді. Басқа жақтарда қоңсы деп атала береді екен. Дос, екі адам сырлас сыйлас болып, қиын сәттерде бірін-біріне қол ұшын беріп, пікірі мен мақсаты, арман мүддесі бір жерден шықса, оларды дос дейді екен. Таныс, өкіл күйеу, тамыр, құрбы, құрдас деген атауларды білесіздер деп ойлаймын. Шал деген сөзге тоқталғым келіп отыр. Жасы жеткен, қартайған ер адамның жалпы атауы екен. Мұндай кісілерді жұрт ақсақал, үлкен кісі, қарт қария деп атайды. Шал деу әдепке жатпайды. Бірақ ой шалың ай, шалдың баласы ғой дегенді естіген адам бір көтеріліп қалады дейді. Кемпір, жасы жеткен қартайған ананы айтады екен. Жұрт оны әже, ана деп ардақтайды. Кемпір деп атауға болмайды. Бұл ол кісілер үшін ауыр сөз әрі әбестік болып саналады. Шалының кемпірі, кемпір деуі өзіне жарасымды көрінеді екен. Қарт, қария, көп жасаған, жөн жосық пен әдет салтты жақсы білетін, ел алдында беделді, көпке жөн сілтеп, ақыл кеңесімен ақбатасын бере алатын аузы дуалы көптің атасын айтады екен. Ақсақал, елдікті ойлайтын ақылгөй адам. Қазақ дейтін бір тұтас қауымды бөліп жармай, бүкіл елдің қамын ойлау дәрежесіне дейін көтерілген зиялы қартты ақсақал дейді екен. Ашына, некеге тұрмаған ер мен әйелдің жасырын байланысын ашыналық, ал мұндай адамды ашына дейді.
осындайлар өмірде кездескенмен халық оларды мүлде құптамаған және ондай жолға қатты тыйым салған. Көңілдес деген сөздің мағынасы көңілдері жарасқан, жастары қатар, сыйласқан, отбасы аралас құралас кісілерді айтады. Бұлар туыстық жақындығы болмаса да, бірін-бірін қолдап, әрқашан достық көңілді жүретін жандар. Кейде көңілдесті ашына деп аңғарады. Бұл теріс ұғым. Көңіл деген сөз рухани бірлікті, жақындықты білдіреді. Яғни көңілі жақын деген сөз. Тетелес, нәресте деген сөздерді білесіздер деп ойлаймын. Бөбе деген атау. Ол туыстық атау. 4-5 жасқа дейінгі әлі ақыл есі толық кіре қоймаған сәбилерді өзінен үлкен аға әпкелері бөпем деп атайды. Және оған қамқоршы болады. Қаймана қазақ ешқандай туыстық демесе іліктік қатысы жоқ адамдарды халық осылай атайды. Солай бола тұрса да, ауылдастар онымен аралас құралас жүреді. Көрдемше. Мен бұл сөзді бірінші рет естуім. Некесіз туған балаларды көрдемше дейді екен. Және оларды көпшілік ұната бермейді. Жақын араласпайды. Іліктік қатынасқа бармайды екен. Ала күшік. Жаугершілік заманда дұшпан қолына түсіп қайтпай қалған қатынның атын ала күшік дейді екен. Анда. Туысы бөтен рудан, тайпадан болса да, туыс атанып бауыр басып кеткен адамдарды айтады екен. Мұндай адамдарды дәстүрде бөтен деп санауға, айтуға болмайды, және ол әдепке, адамгершілікке жатпайды екен. Күнде бау. Араздасқан екі рудың, тайпаның қайта татуластығын білдіру үшін берілген қыз екен. 19 ғасырда Бөжей мен Құнанбай татуласқанда күнде бауға Кәмшат атты сәби қыз берілген екен. Үйсынақ. Әйелі қайтыс болған еркек адамды айтады екен. Тұл. Күйеуі қайтыс болған жалғыз басты әйел. Кірме. Кейде әлдебір себептермен басқа рудың, тайпаның бір азаматы бөтен елге келіп, сол жерге сіңісіп, сол рудың құрамына кіреді. Мұндай адамдарды кірме деп атаған екен. Аттас. Кейбір адамдардың ат есімдері бірдей болады. Мұны аттас немесе адас деп атайды екен. Көрші. Қатар отырған екі отбасын айтайды. Ілік немесе жекжат. Туыстығы жоқ, бірақ құданың құдасы, нағашының бөлесі, жиеннің балзы сияқты туыстық қатысы бар адамдар арқылы жақындасатын кісілер. Жұрағат. Арғы тегі бір атадан тараған, бірақ 7 атадан асып кеткен адамдарды айтады екен. Түбіміз бір туыспыз деп жақын тартады, қол ұшын береді дейді. Үрім бұтақ. 7 ата бойынша алғанда тек бір кіндіктен ғана тараған ұрпақты айтады екен. Тұқым тұқиян. Енді бұл сөзді естігенмен мағынасын білмейді екенмін. Тұқым тұқиян деген бір тайпадан, бір рудан тараған барлық жалпы ұрпақтардың жалпы атауы екен. Зәузат. Туыс туған, нағашы, жиен, ілік, жекжат, тамыр, таныс, құда, тағы сол сияқты жалпы туыстық атаулар екен. Ру. Халықтық әлеуметтік туысқандық жүйесінің негізі, ұрпақтардың ұйытқысы, 7 атаға дейінгі бір атадан тараған ұрпақтар ру болып саналады. Және олар 7-ші, 8-ші аталарының атымен аталады. Қыз алыспайды, туыстық, ағайындық, жақындық қалыпты бұзбайды делінген. Бұл рудың атауының ауқымы кең екен. Енді соңғы атауымыз ол тайпа. Шежіре бойынша рулар бірлестігі және оның түп аталарын айтады екен. Тайпадан бірнеше рулар таралады екен. Әр тайпаның ұраны, таңбасы болады делінген. Міне құрметті қауым, сіздерге ағайын жұрт
туыс жекжат атауларының туыстық атауларды ұсындым, қабыл алыңыздар.